күн. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз химия зертханасындағы сақтық шаралары және жұмыс істеу техникасы. Зертханалық кабинетке міндетті түрде мұғалімнің рұқсатымен және де ақ халатпен кіру қажет болады. Химия зертханасында тамақ ішуге және де сусындар ішуге қатаң тыйым салынады. Ерітіндіні қыздыратын кезде қысқышпен міндетті түрде сынауықты қысып, және де өзімізге және де жанымыздағы адамға қаратпаймыз сынауықтың аузын. Бойын қыздырып аламыз да, керекті ерітіндіні қыздырамыз ары қарай. Зертханалық жұмысты алдын ала оқып, жұмыс барысымен танысып, тәжірибеге кірісеміз. Биорганикалық химия зертханасында қолданылатын ыдыстармен танысайық. Ең алдымен бізде сынауықтар. Сынауықтар барлық зертханада да пайдаланылады. Келесісі өлшеуіш стакандар. Стакандарда егер де сіздерге араластыру қажет болса, немесе сұйықтықтар қажет болса, осы стаканға құйсақ болады. Келесі бізде колбалар. Колбаларға сіздер ерітінділер дайындасаңыздар болады. Ерітіндіні кристалл түрінде тұздарды салып, үстіне су құйып, араластырып, ерітінді дайындауға болады. Оның өзінің өлшенген өлшеуіштер бар. Мысалы, мынау 250 мл колба. Келесі өлшегіш цилиндрлер әртүрлі көлемде. Цилиндрді біз көлемді анықтау үшін пайдаланамыз сұйықтықтың. Сонымен қатар, егерде сіздер сүзу керек болса, немесе ерітіндіні құю керек болса, воронканы пайдалансақ болады. Воронкаларда әртүрлі өлшемде бар. Сонымен қатар, бізде колбалар, конус тәрізді колба, тығынмен бекітіп, оны да пайдалансақ болады. Келесі бізде кип аппараты, ол бізге газдарды алуға көмектесетін аспап болып табылады. Химия қызықты әрі қауіпті. Адам өміріне қауіп төндірмес үшін сақтық шараларын сақтайық.